Саламатсыздар ма ата-аналар? Қазір мен сіздерге оқушының атынан маған қалай тапсырманы обратно жібересіздер. Оқушымен мен қалай кері байланыс жасаймын, соны көрсетемін. Мысалы, мен қазір оқушының атынан кіріп отырмын. Образование деген бөлімде домашнее задание деген пункт болады. Сол пунктқа кіресіздер. Одан кейін мен сіздерге жіберетін тапсырма, мысалы, апрельдің 6-сында басталады, иә? Бұлай таңдасаңыздар. Так, майдың 5-іне дейін жазайын. Міне, сол кезде мен 6 сәуір күнге бір тапсырма енгізіп қойдым. Міне, в работе деп тұр, иә? Оны тек қана сіздің балаңыз және мен ғана көре аламын, басқа ешкім көре алмайды. Ал осыған дейін жіберген тапсырмаларды барлық ата-аналар общий неден ашып көре беретін. Ал бұл тапсырманы ешкім көре алмайды. Тек қана өз аттарыңыздан кіре аласыздар. Мысалы, сол тапсырманы басасыздар. Мына жерде мен жұмыс салып қойдым, иә? Бұл жұмысты скачать етіп аласыздар. Ішінде орындайтын, мысалы, тапсырмалары бар. Қазір көрсетейін. Мысалы, мысалы, скачать етіп алдыңыздар. Мысалы, сәуірдің 6-сына тапсырма сіздерге. Тапсырмамен таныс боласыздар. Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаты, сосын оқушы нені білу керек, соның барлығы, мысалы, жазылып тұр. Сосын түсініп оқу керек. Мысалы, мына жерде сіздерге тапсырмалар беріліп тұр. Мысалы, үлгісі, одан кейін астында сіздер орындайтын тапсырма. Сосын, мысалы, есепті шығары деп тұр. Үлгісі беріліп тұр, және астында соған тапсырма беріліп тұр. Сол тапсырманы, мысалы, мұнда жазасыздар, иә? Одан кейін жаңа тақырыпқа арналған мына жерде ссылка тұр, видеоға ссылка тұр. Бұл видеоға ссылканы мен сіздерге логин пароль беремін. Сол арқылы кіріп тіркелесіздер. Одан кейін ғана мына ссылканы аша аласыздар. Бұл ссылкадан ашсаңыздар, жаңағы тапсырманы онлайн сабақ, мына жерде онлайн сабақ тұр. Сол тапсырманы қалай орындау керек, мысалы, ақша, монета, теңге туралы общий жаңағы түсініктер осы неде берілген, видеода берілген. Мұны міндетті түрде ашып қарау керек. Одан кейін, мысалы, астында сіздерге тапсырмалар беріліп тұр. Осының барлығын осы жерге орындауға болады. Мысалы, ең соңында, мысалы, міне тапсырма және үй жұмысына 75-76 бет жұмыс дәптердегі, сондай тапсырмалар беріліп тұр. Бұны бірден мына жерге орындауға да болады. Сосын маған қайта жіберуге болады, немесе дәптерге орындап, фотоға түсіріп, одан маған қайтадан жіберуге болады. Осыны орындап болғаннан кейін, мына жерде, мысалы, прикрепить файл, мына жерде результаты работы деген тұр, мысалы, прикрепить файл. Жаңағы файлды маған қайтадан жібересіздер. Мысалы, математика, мысалы, күні-күнімен датасымен жазып қоясыздар. Математика, мысалы, сәуірдің 6-сына, сол тапсырманы алыстарда маған загрузить етіп жібересіздер. Сосын астында, егерде түсінбеген болсаңыздар, мысалы, біз мына тақырыпты түсінген жоқпыз, немесе бізге тағы қосымша тапсырмалар керек деген ұсыныстарыңыз болса, мына жерде маған ұсыныспен бірге жібересіздер. Осыны жібергеннен кейін мен сіздердің тапсырмаларыңызды тексеріп, сосын тапсырмаларыңыз орындалды ма, орындалған жоқ па, соны сіздерге кері жаңағы жауап жазып жіберем. Сіздерде кері жауап тұрады. Мысалы, ол қай жерде тұрады, сіздер тапсырманы мен орындап, орындамағанымды, оны мына жерден біле аласыздар. Қазір мен көрсетейін. Так. Оны, мысалы, мына жерден біле аласыздар. Мысалы, статус мына жерде в работе деп тұр, значит, мына жерде орындалды деп жазылып тұрады. Егер қазақшасын таңдасаңыздар, мына жерде орындалды деп жазылып тұрады. Міне, осылай сіздермен сәуірдің 6-сынан бастап жұмыс жасаймыз. Қазір қай ата-ана бос, кім қайтадан істеп жіберемін дейді. Мысалы, 6 сәуірдегі тапсырманы істеп, бірінші пробный сабақ ретінде соны жібере берсеңіздер маған болады.